Ғарыштағы ең қауіпті, ең қорқынышты нәрселер нелер? Бұл өте қиын сұрақ. Егер біз жер планетасы туралы айтатын болсақ, міндетті түрде кометалар мен астероидтар туралы айтуымыз керек. Бірақ біз бұларды алмай қояйық. Өйткені бұлар туралы айтатын болсақ, бұлардан басқа да оған ұқсайтын өте көп нәрселер шығып кетеді. Сондықтан біз ашық ғарышты алайық, ашық аспанға саяхат жасап көрейік. Сол жақтағы өте қорқынышты, өте қауіпті деген нәрселер, қандай нәрселер болуы мүмкін туралы кішкене сөз талқылайық. Сонымен өте қауіптілерінен бастайық. Мүмкін сізге келсерсіз, ең қауіптілерінің бірі ол вакуум. Аспандағы вакуум. Аспандағы вакуум абсолютті нағыз вакуум болмаса да, ол тірі организмдер үшін өте қауіпті. Сондықтан да ашық ғарышта ғарышкерлерді скафандрмен жібереді вакуумнан қорғау үшін. Өздеріңіз білетіндей, егер онда вакуум болса, жұтатын ауа біздің ағзамыздағы сұйықтықты сұйық етіп тұрған қысымда болмайды. Ал аталған екі фактор бұл адам ағзасы үшін өте керекті нәрселердің бірі. Сондықтан вакуум өте қауіпті нәрсе. Бағымызға орай ол вакуумды жеңе алатын скафандрлар мен ол қысымға қарсы тұра алатын ғарыш кемелерін ғалымдар өмірге келді. Бұның несі қауіпті деп ойлайтын шығарсыздар. Елестетіңіз, күн жүйесін алайық. Күн жүйесіндегі 99.9% кеңістік вакуум. Аспан вакуумы. Сол вакуумның ішіндегі кішкентай нүкте жер деген планетада біз өмір сүріп жатырмыз. Келесі ғарыштағы ең қауіпті нәрселердің бірі ол жарық. Нақтырақ айтсақ, күннен шығатын, жарықтан шығатын радиация. Жаңа ғана айттық, аспан кеңістігінің, яғни күн жүйесінің 99.9% ол вакуумнан тұрады. Ал вакуумда өздеріңіз білетіндей, аспанда ғарышта өздеріңіз білетіндей ультракүлгіннен немесе басқа да радиациядан қорғайтын атмосфера біздікіндей, жер планетасындыкіндей атмосфера жоқ. Ал біздің денеміз ондай өте көп мөлшердегі радиациялы энергияны жұта алмайды. Соның кесірінен біздің жер планетамыздың өзінде де сондай радиацияға байланысты қатерлі ісік, мутация сияқты және басқа да радиацияға байланысты өте көп ауру түрлері кездеседі және көбісінің нақты емі табылмай жатыр. Және біз айтып жатқан радиация ол өте аз мөлшердегі жер планетасындағы ғана радиация. Оны біз аспандағы ашық ғарыштағы радиациямен салыстыра алмаймыз. Ғарыштағы радиация бізді өте кішкентай миллисекунд өмір сүруімізге мүмкіндік бермейді. Алайда адамның мүмкіншілігі өте жоғары екенін білесіздер. Біздің ғалымдар ғарышта, ашық ғарышта радиацияға да қарсы тұра алатындай қылып скафандрлар даярлайды. Үшінші ең қауіпті нәрсе ол гравитация, яғни тартылыс күші. Мүмкін сізге де қызық болып тұрған шығар. Қалай ғана біздің жүріп тұруымызды мүмкіндік беретін, аспанға ұшып кетпеуімізді, аспанда қалғып жүрмеуімізді қадағалап тұратын гравитация қалай ғана бізге қауіпті нәрсе бола алады деп. Білесіз бе, бұл жай ғана жердің гравитациясы, жер планетасының гравитациясы. Ал жер планетасы өздеріңіз білетіндей күн жүйесіндегі ең алып планета емес. Және гравитация дененің массасы мен көлеміне қарай үлкейеді және азаяды. Егер массасы және көлемі үлкенірек болса, соған қарай гравитациясы жоғарылақ. Егер массасы мен көлемі азырақ болса, соған қарай гравитацияда тартылыс күші де кемірек болады. Ал негізінде әрбір массасы бар нәрсенің гравитациясы болады. Тіпті бізде де әрбір адамдарда да тартылыс күші болады. Тек көлеміміз бен массамыз өте кішкентай болғаны үшін тартылыс күші де өте кішкентай, тіпті сезілмейді. Ал енді бұл нәрсенің қандай қаупі болуы мүмкін? Адамның денесі тек жер гравитациясына үйреніп қалған. Егер адамның денесі бұдан үлкенірек гравитацияларына тартылыс күшімен байланысқа түссе, өте үлкен ыңғайсыздықтарға тап болады. Мысал ретінде мына видеоға қараңыз. Бұл жерде ақш әскерилерінің қалай 6 жердің гравитациясына тең тартылыс күшіне шыдап тұрғанын көре аласыз. Өкпесі тарылып, тыныс алу мүлде қиындап кеткен. Breathe. Push out with the abs. Breathe. Relax your breathing. Relax your breathing. Болмаса мына видеолардан да адамның бет бейнесі қалай өзгеріп, есінен танып қалғанын көре аласыздар. You're on top. Breathe. 1, 2, breathe. Drop the shoulders. Breathe. 1,
2, breathe. Squeeze your legs, squeeze your butt. Hey, squeeze, keep squeezing, keep squeezing, keep squeezing. Breath, pull back. On top, breathe. 1, 2, 3, breathe. Legs, back, squeeze it back, squeeze the legs in, breathe. Breathe. 1, 2, hold the breaths for 3 seconds. Breathe. 1, 2, 3, breathe. 1, 2, 3. Okay, stay tight, coming down, terminate, let go of the stick, let go of the stick. Негізінен гравитация бұл өте күрделі тақырып және бұл туралы бір емес бірнеше видео түсіріп тастауға болады. Бірақ өкінішке орай онда ғылыми терминдар өте көп және өте күрделі тақырып, сондықтан осы видеода да гравитация туралы кішкене ақпарат түсіндіңіздер және гравитацияның негізгі не екенін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бірақ сонда да гравитация ашық ғарыштағы ең үлкен, ең қауіпті нәрсе емес. Біз жаңа ғана жарық туралы, радиация туралы, вакуум туралы және гравитация туралы айтқан болатынбыз. Егер осылардың үшеуі, осы үш нәрсе бір жерде, бір орында өте үлкен мөлшерде кездессе, орналасса, бұдан үлкен, бұдан қауіпті нәрсе болмайтын шығар. Және біз айтайын деп тұрған нәрсе ол қара құрдым. Қара құрдым ортасы қап-қара болып тұратын шеңбер бейнесіндегі өте алып және өте қорқынышты нәрсе. Тартылыс күшінің өте үлкен болғаны соншалық, оның қасында өтетін жарық сыртқа қайтадан шыға алмайды. Ауа немесе бүкіл нәрсе сингулярлыққа қарай тартылады. Және сыртындағы жап-жарық диск сияқты көрінетін нәрсе аккреционды диск деп аталады. Осы бір аккреционды дискке түсіп қалсаңыз, өте үлкен радиацияға кезігесіз және бұл радиация сізді миллисекунд өмір сүруге де мүмкіндік бермейді. Аккреционды дискінен аман сау өткеннің өзінде ол аккреция дискіндегі нәрселер сингулярлыққа қарай тартылады. Және міне осы жерде гравитация өте үлкен проблемаға айналады. Оқиға көкжиегінде, яғни осы бір сингулярлыққа кішкене миллисекунд жақындап қалсаңыз, сізді спагетти сияқты созып жіберуге дайын. Осы спагетти сияқты созып жіберудің ғылыми термині де бар. Ол спагеттификация деп аталады. Сіз қара құрдым туралы іздеп көрген болсаңыз, осындай күлкілі ғылыми суреттерді көрген боларсыз. Жарайды, шындығына келсек, оқиға көкжиегіндегі сіздің әрбір атомдарыңызды бөліп тастайды. Яғни демде кез келген нәрсені жоқ қылып жібереді. Бірақ бұл нәрсенің бір жақсы жері бар. Егер сіз жаңағы аккреционды дисктен өтіп, сингулярлыққа, яғни оқиға көкжиегінде бара жатсаңыз, бұл жерде демде өлесіз. Яғни жаңа өліп жатқан кезде ауруды сезінбей кетеді. Кез келген тірі жан, яғни миллисекундтарда сізді өлтіріп жібереді. Бірақ бұл қара құрдымдар өте алыста орналасқан. Өте алыста, тіпті олар көбінесе галактикалардың ортасында кездеседі. Ал галактиканың ортасына күн жүйесі өте алыста орналасқан. Сондықтан бізге қауіпті нәрсе деп айтуға болмайтын шығар. Қара құрдымдар негізінен күн жүйесі сияқты өте алып жұлдызды жүйелерді жұтуға жұмыс жасайды. Және олар жақында болса ғана, өте жақында болса ғана бізге қауіпті. Ал егер алыста болса, бұл жай ғана массивті өте үлкен алып объект ретінде қарастырамыз. Ал егер ашық ғарыштағы өте қауіпті үш нәрсе туралы айтатын болсақ, олар әрине жаңағы айтқан вакуум, жарық немесе радиация және гравитация деп айтуға болады. Және осы видео соңына жетті. Барлық қолданылған мәліметтер видеоның сипаттамасында болады, сондықтан қарап кетсеңіздер болады. Және келесі видеоларда қандай тақырыпта видеолар көргіңіз келетінін пікір қалдырып кетіңіз. Егер видео ұнаса лайк қойып, ұнамаса дизлайк қойып кетіңіз. Егер арна ұнап жатса тіркеліп кетуді де ұмытпаңыз. Сау болыңыз, келесі видеоларда жүздескенше.